Сәлем баршаңызға. Бүгінгі сабағымызда Future Perfect Continuous Tense осы шақтың ережесімен танысатын боламыз. Бірінші жасалу жолы болымды сөйлем жасаған кезде subject will have been етістікке ing жұрнағы жалғанады. Бұл жерде есімдіктеріміз жекеше түрде, көпше түрде, болмаса үшінші жақта сөйлесек те әрқашан will көмекші етістігі қолданылады. Ал болымсыз сөйлем жасаған кезде will көмекші етістігінен кейін not сөзі қолданылады. Сұраулы сөйлем жасаған кезде осы will көмекші етістігі сөйлемнің алдына шығады. Бұл жасалу формуласы. Ал мағынасы, яғни не үшін қолданамыз? Present perfect continuous'ты біз қолданамыз қандай да бір созылыңқы процесс. Және осы созылыңқы процесс қандай да бір нақты уақытта бір ай болады, бір жыл болады. Яғни созылыңқы әрекеттің қандай да бір нақты уақыт болған кезде осыншама мөлшерде деп нақты айта аламыз. Мысалға, мен ағылшын тілін үйреніп жүрмін. Өткен шақта үйреніп жүрмін, қазір үйреніп жатырмын. Айтады, жылдың аяғында менің ағылшын тілін үйреніп жүргеніме 5 жыл болады. Сонда қандай да бір созылыңқы әрекет бар және нақты бір уақытта осынша жыл толады деп мен нақты айта аламын. Сол сияқты біздің бірге тұрып жатқанымызға 8 жыл болды. Өткен шақта тұрғанымыз, қазір тұрып жатырмыз. Енді келесі айда тұрып жатқанымызға 8 ай болады деп нақты созылыңқы әрекеттің уақыт мөлшерін айтып тұр. Қазір мысалдар қарастырған кезде мағынасын тереңірек түсінетін боласыздар. Мысалға, мына жердегі бір студент туралы айтып көрейік. By the end of November, Jack will have been studying at the university for 4 years. Айтады, мына Jack деген студент осы жылдың қараша айының соңында, яғни қараша айының соңында оның осы универде оқып жүргеніне 4 жыл толады. Созылыңқы процесс оның 4 жыл бойы осы универде оқып жүргені және қараша айында, яғни қараша айының соңында оның оқып жүргеніне 4 жылға толады деген мағына. Біз осыған дейінгі сабақтарда келер шақтың барлық түрлерімен танысқан болатынбыз. Енді осы келер шақтың түрлерімен салыстырып мысалдар қарастырайық. Бірінші future simple. Жай келер шақ. I will read this book. Бұл жерде айтады, мен мына кітапты оқимын дейді. Бірақ нақты ештеңе айтпайды. Қашан оқитынын, қалай оқитындығы жайлы айтылмаған. Future continuous. I will be reading this book tomorrow morning. Бұл жерде нақты бір уақыт айтылған. Ертең кешке мен осы кітапты оқып жатамын. I will be reading. Нақты бір уақыт бар және сол уақыт аралығында болашақта болатын қандай да бір процесс созылыңқы өтіп жатады. Ал future perfect бұл кезде I will have read this book by next week. Мен бұл кітапты оқып боламын келесі аптаға дейін. Бұл жерде нақты нәтиже көрсетіліп тұр. Мысалға, future simple'да жай ғана кітапты оқимын десе, future perfect'те нақты мақсат қойылған. Енді бүгінгі сабақта біз future perfect continuous'пен таныстық. Қазір сөйлемді оқып көрейік. I will have been reading this book 3 weeks by next day. Келесі күнге дейін менің осы кітапты оқып жүргеніме 3 апта болады дейді. Келесі күні нақты бір уақыт бар, яғни сол күнге дейін ол осы кітапты оқу процесінің 3 апта болғандығын анық айтып тұр. Future perfect continuous'ты жасаған кезде мына екі сөз үнемі жүреді. Бірінші жағдай, сіздің қандай да бір созылыңқы процесіңіз қанша уақыт бойы созылғандығы және қандай да бір уақытта
осынша ай болды, осынша жыл болды деп нақты айта аласыз. Мысалға, we will have been living together with my husband for 9 years by next month. Яғни келесі айда менің жолдасыммен тұрып жатқаныма 9 жыл болады. I will have been working this school for 8 years by next year. Яғни келесі жылы осы мектепте жұмыс жасағаныма 8 жыл толады. Қарап тұрсаңыздар, бұл процестер өткен шақта басталған, қазіргі шақтан өтіп кеткен және болашақта осындай бір нақты уақытта осы процестің созылып жатқандығына осыншама мөлшер болды, осыншама уақыт болды деп нақты айта аламыз. Енді бірнеше мысалдар қарастырып көрейік, контекстік жағдаймен түсініп. Бірінші сөйлем: At 4 o'clock, we will have been waiting you for 1 hour. Сағат 4-те сізді күтіп отырғанымызға 1 сағат болады дейді. Бұл жерде қандай контекст? Сіз мысалға дәрігерге қаралуға бардыңыз, ол жерде очередь болды. Сонда сіз дәрігерге айтасыз, сізді күтіп отырғанымызға 1 сағат болды. Яғни сіздегі болып жатқан процесс сіздің күтіп отырғандығыңыз және сағат 4-те 1 сағат болатындығы анық айтылып тұр. She will have been sleeping at home for 2 hours when we arrives. Біз үйге келген кезде оның ұйықтап жатқанына 2 сағат болған. Яғни біз келген кезде сол моментте мына процестің созылып жатқандығына 2 сағат уақыт болған. Ұйықтап жату процесінің. He will have been playing the guitar for 10 years when he turned 20. Оның гитара ойнап жүргеніне 4 жыл болады, ол 20 жасқа толған кезде. Келесі сөйлем: They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. Яғни неміс тілін үйретіп жүргеніне 5 жыл болады, жылдың аяғына дейін. Яғни нақты уақыты айтылып тұр және қандай да бір созылыңқы процесті қоса айтылған. I will have been traveling to Japan by this time next week. Келесі аптаның осы күні мен Жапонияға саяхаттап жүремін. Қарап тұрсаңыздар, іс-әрекеттің барлығы келешекте орындалады және қандай да бір мақсат бар және нақты бір уақытта істеген процесіне қанша уақыт мөлшер болатындығы анық айтылған барлық сөйлемдерде. Соңғы сөйлем. Кешіріңіздер. Соңғы сөйлем. When I am at school, my family will have been playing to New York. Мен мектепте болған кезде менің отбасым Нью-Йоркқа ұшып бара жатады. Бұл жерде де нақты уақыт берілген және болашақта болатын созылыңқы іс-әрекет. Яғни ұшақпен ұшу, яғни ол бірнеше сағат уақыт алады ғой. Мүмкін 10 сағат, 8 сағат, 9 сағат деген сияқты. Сонымен біз бүгін сіздермен Future Perfect Continuous шағымен таныстық. Осыған дейін барлық 12 шақты